Ажырасқан әйелі мен күйеуі пойызда кездесіп қалады. Әйел өз орнына отырған сәтте қарсысына күйеуі келіп отырады. Бірінен бірі бала құсап қашуды жөн көрмеді. Себебі олар есі бар ересек адамдар ғой. Оның үстіне ажырасулары да жансалсыз өткен еді. Бір-біріне сынай бақылап қарап отыр. Күлімдеген көздері ескі жылдардың ескірмеген естелігін еске түсірді. Қанша айтқанмен 2 жыл бір шаңырақтың астына ғұмыр кешті емес пе? Күйеуі бұрынғы әйелінің әлі де өңін бермегенін байқады. Иә, жылдар өткен сайын жастығын ұрлап барады екен, бірақ көркін көмкере алмапты. Оның үстіне қашанда талғаммен киінетін болмысы да өзгермеген екен. Әйелі бұрынғы күйеуінің шаштары түсе бастағанын байқады. Тым сиреп кетіпті, ал жүзі өзгермеген, көз қарасы батылдана түскендей. Күйеуі қалайсың деді. Әйелі жақсымын деп жауыр болған жауап берді. Күйеуі кеудесіне сыймаған сауалын қойып тынды. Жалғызсың ба? Әйелі мүдірмеді. Жоқ, 3 жыл бұрын прокурорға тұрмысқа шықтым. Жақсы адам, жұмыстан қолы босамайтын іскер, ал өзім үй жинап, тамақ әзірлеймін, үйдемін. Бұрынғы бір бөлмелі үйімді сатып, күйеуімен бірге саяжайдан үй алдық. Жазда табиғатта тыныстанғанға не жетсін? Содан соң бұрынғы күйеуі өзіңше деген сұраулы жүзбен қарады. Мен де үйленгем, әйелім азық-түлік дүкенінің директоры. Қарным тоқ, дүкеннің есігі қай жағында екенін ұмыттым. Әйелім қаталдау, бірақ мейірімділігі мен нәзіктігі де жетерлік. Жұмысы ауыр, бітпейтін тексерулер шашатады. Саяжай сатып алмадық, себебі ол қосымша жұмыс. Есесіне жыл сайын әрбір елге саяхаттаймыз. Үнсіздік. Бұрынғы әйелі кенет, сенің анаң жақсы адам деді. Деп күрсінді күйеуі. Анасының өмірден өткеніне 2 жыл болған еді. Екеуі де тағы да үнсіз қалды. Прокурорға кездескенше қалай өмір сүрдің? Қиналған жоқсың ба? Жоқ деп басында шайқай түсті де басында қиналғаным рас деп мойындады. Сенше деп қарсы сұрақ қойды. Мен де өтірік айтып қайтем, қиналдым. Бірақ қазіргі әйелім кезігіп жарамды емдеді. Отбасым жақсы, бірақ балаларымыз жоқ, себебі уақыт өтіп кеткен. Бұрынғы әйелі басын изеді. Пойыз тоқтады. Екеуі перронға шықты. Бір-біріне қарады да бас изеп қоштасты. Күйеуі өзінің жатақханадағы бөлмесіне келді. Ас үйде адам көп болғандықтан түшпарасын бөлмесінде пісіруді жөн көрді. Күндегідей көршілермен сөйлескісі келмеді. Жан жегідей жеген мұңды еңсеру үшін жалғыздық керек. Ажырасқаннан кейін араққа бет бұрған болатын. Жанымның жарасын емдейтін деп ішкілікке салынды. Есепсіз қарызға белшесінен батты. Соны өдеу үшін анасының үйін сатты. Анасы да бақилық болды. Содан бері осы жатақханада мекен етеді. Басқа елі алмады, себебі жүрегі сол алғашқы және соңғы махаббатынан байланған еді. Ойланып отыр, неге өтірік айттым? Бірақ осы жасымда қаңғырып, жалғыз жүргенімді қалай айтамын? Әйел де өзінің пәтеріне келді. Дәлізде прокурор есімді мысықты көрді, басынан сипады. Неге өтірік айттым? Біздің адамның болмысымызда шындықты өлтіретін, айтпай қалатын, ал өтірікті өсіріп, көлгірсуді қатыратын бір түйткіл бар. Мұны түзету мүмкін емес. Содан адамдар бетперде киді, өздері туралы өзі сенбейтін өтірік айтады. Ұят әрине. Қайдағы прокурор саяжай, еркек өз бөлмесінде, әйел бір бөлмелі пәтерінде қайғыдан арылмаған мұңды жандар. Әйелге сәл жеңілдеу, себебі прокурор мысығы бар, ал еркекте ештеңе және ешкімі жоқ. Ештеңе істемей алмайсың. Себебі өтіріктің беті қалың, ол өткен күннің қатесін жөндеуге мүмкіндік бермейді. Бұл әңгіменің авторы Георгий Жарко деген кісі екен.